Өмір ащысы мен тұщысы қатар өрілген, келуі мен кетуі қатар жүретін заңдылыққа толы ұлы күш. Қимас жанның өмірден өтуі, артында қалған ел жұрты мен жақындары үшін орны толмас ауыр қаза. Дегенмен бұл Алланың адам баласына өлшеп берген өзгермес заңдылығы. Өзінің саналы ғұмырында ел игілігіне арнап, ұрпағының, әріптестерінің және халқының жүрегінде ізгі ісімен мәңгілікке қалған азамат Дүйсенбеков Мұхтар Манасұлы. Дүйсенбеков Мұхтар Манасұлы 1969 жылы 13 ақпанда Түркістан облысы Төле би ауданы Ақбастау ауылында дүниеге келген. 1986-1992 жылдары Иркутск политехникалық институтын автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы мамандығы бойынша тәмамдап, инженер құрылысшы біліктілігін алған. Еңбек жолын 1993 жылы бастап, 1996 жылдары Төле би аудандық өндірістік жол телімінде жол жұмысшысы, жол шебері, экономист қызметтерін атқарды. 1996-2000 жылдары Шымкент автодор қазыналық кәсіпорында жол қоры бөлімінің жетекші маманы, сапаны бақылау және өндірістік жұмыс бөлімінің жетекші қызметкері болды. 2000-2011 жылдары Қазавтожол республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Оңтүстік Қазақстан облыстық филиалында бас инженер қызметін атқарды. 2011-2012 жылдары Қазақстан Республикасы көлік және коммуникация министрлігі автомобиль жолдары комитетінің Оңтүстік Қазақстан облыстық департаменті директорының орынбасары лауазымында еңбек етті. 2012-2013 жылдары Қазақстан Республикасы көлік және коммуникация министрлігі автомобиль жолдары комитетінің Жамбыл облыстық департаменті директорының орынбасары, кейін директоры қызметін атқарды. 2013-2019 жылдары Қазавтожол Түркістан облыстық филиалының директоры болды. 2019 жылдың маусым айынан бастап ұлттық жол активтері сапасы орталығы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Шымкент қалалық филиалының директоры қызметтерін абыроймен атқарды. Ол 1993-2022 жылдар аралығында еліміздің автомобиль жолдары саласында табанды еңбек етіп, жол құрылысы мен жол сапасын арттыру ісіне сүбелі үлес қосты. Қызмет еткен жылдары абыройлы басшы, білікті маман, өз ісіне адал, талапшыл әрі әділ жетекші ретінде таныла білді. Дүйсенбеков Мұхтар Манасұлы аудан, облыс және республика деңгейінде жол сапасының жақсаруына зор үлес қосып, халық игілігі үшін адал қызмет етті. Отбасында 3 ұл тәрбиелеп өсіріп, немере сүйген ардақты әке, асыл ата болды. Әріптестер арасында сыйлы, ұйымдастырушылық қабілеті жоғары, жауапкершілігі мол, тәжірибелі басшы ретінде құрметке бөленді. Еңбектегі жетістіктері әрқашан жоғары бағаланып, бірқатар марапаттарға да ие болды. Атап айтқанда, 2012 жылы Қазақстан Республикасы жол саласының дамуына қосқан елеулі үлесі үшін құрметті жолшы ведомстволық төсбелгісімен, 2013 жылы Қазақстан Республикасы көлік және коммуникациялар министрлігінің Батыс Европа, Батыс Қытай халықаралық автожол жобасына қатысушы төсбелгісімен, 2016 жылы Қазақстан Республикасы президентінің Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл мерекелік медалімен марапатталған. Мұхтар Манасұлы елге еңбегімен танылған, көпшіліктің көңілінен шыққан, адал қызметі мен парасаты, болмысы мен ел жадында қалған іскер азамат. Мұхтар Манасұлының жетісіне арналған мұсылмандық шариғат жолындағы ас өз туған жерінде өткізілді. Құран ішінде болған жамағаттың қарасы қалың, жиналған жұрт оның адамгершілігін, еңбекқорлығын, елге сіңірген еңбегін, отбасына қамқор, ұрпағына өнеге болған асыл әке екенін еске алып, жүрек жарды естеліктермен бөлісті. Оның көзін көрген әріптестері, ұстазы өнегелі жолын үлгі етті. Мұхтар енді іскер, білімді азамат ет, бір-бірімізді өте қатты сыйлап, сыйластығымыз әлі де жоғалған емес. Өзі келіп, құттықтап, мен зейнеткерлікке шыққан кезде сөйтіп құрметін білдіріп тұратын. Енді жатқан жер жаннаттан болсын. Бұл өмірде келуде бар, кетуде бар. Ал артында елге жасаған игісі мен жақсы аты қалған азаматтың жарқын бейнесі халық жадында, ұрпағының жадында мәңгі сақталады. Оның жарқын ізі ешқашан өшпейтіні анық.
осындай ардақты азаматтың туған 3 жыл әке атын ұлықтап ел алдында абырой қызмет етіп, өнегелі өмір сүретіні хақ. Жаны жанатта, иманы саламат болсын. Аққуға өлейді қалықтаған, қайтейін қанатым жоқ қалып барам. Жүрегімі құс боп ұшып кетіп бірге, жалатып жалғыз қалай алып қалам ол дариға.